Ассалаумағалейкум достар. Жасыл Ақтөбе каналына қош келдіңіздер. Біраздан бері видео шыққан жоқ, енді қосылып жатық. Жалпы бұл уақытта көптеген өзгерістер болды. Көптеген жаңалықтар бар, жақында жариялаймыз. Видеодан арнадан алыстамаңыздар, ең бастысы. Ал бізде бүгін осындай кішігірім разбор, яғни талдау, осындай істен шыққан счетчик, микрон деген, осыны бұзамыз. Яғында уже былай латуньда көрініп тұр. Осыны ақтарамыз. Кейін және осындай пауэрбанк бар. Ультратех деген, бұл да істен шыққан. Нелері Type-C. Бұның бәрі мыс болады. Ал біз разборды бастаймыз. Пауэрбанкты балғамен бұзатшамыз. Себебі бұда ашатын нелер жоқ, осыдан бастаймыз. Кеттік. Арнадан алыстамаңыздар. Шайдан, кофеден құйып отырыңыздар. Біз бастаймыз. Ал сонымен пауэрбанк бұзылды. Қалған қаңқасы пластик, оқыс. Одан кейін мен ішіндегісі платасын алып қоямыз. Әден платасы бар екен, керемет. Одан кейін мен қалған мыналардың бәрі мыс. Мыс. Сосын міне батарейкасының өзі, бірақ салмағы ол, батарейкасы магнит жабыспайды. Батарейкасы осы алюминий сияқты. Газ өшіп. Ал енді мұна неге кірсеміз? Счетчикке кірсеміз. Ал сонымен достар, бер жақ қаңқасын бұздық. Латунь деген міне көрініп тұр, молынан кеп. Болттарын бәрін қарау керек, латунь немеген. Мына жерде екі несін бұздым. Міне екі болт міне. Міне магнитке біреу темір екен де жабысып тұр. Темір екіншісі латунь екен. Жабыспайтын, сұқпап тұр. Қасына тұрмайды. Латуньда болттарды бәрін тексеріп көреміз. Мұнда латунь қақ болатын сияқтымыз дұрысынан. Және де жоғарысын бұзамыз қазір. Арнадан алыстамаңыздар. Сонымен достар, ішін аштық. Іші осындай екен. Мұнда медный катушка, медный трубкілер өтіп кішкентай болса да. Латуньды құйылған ауыр толық латунь. Сосын қалғанына болттарды тексеріп көру керек. Латунь ұқсайтын сияқты көру керек, бұнда тексеріп. Сол міне плата, қалғанын қазір көрсетемін. Бұзып болған. Сонымен достар, мына біздің пауэрбанктан осындай батарейка міне. Бұл сырты фольга болу керек. Жабыспайды оған соданша. Іші негізі батарея. Міне мынандай батарейкаларды ішіне салып қоямын. Бізде өкінішке орай Ақтөбе қаласында батарея қабылдамайды, отдельно. Жеке мына 312-нің бойындағы приемкаға барып көрген керек, бұйыртса. Сол жақта көргенмін, жаңағыда пэт баклажка сондайлардың бәрін қабылдайды екен. Сосын мына жаққа салып қоямыз. Мына жақта сақталсын деп. Жақта тұра берсін деп. Сосын міне мына мыстар, кешегі мыс, пауэрбанктан алған. Мұнда азма жинаған мыс бар. Обжигке кетеді. Мына плата, қазір өлшеп салмағын көрсететін бар. Ал сонымен достар, міне таразымыз нөлде тұр. Манағы плата, счетчикті алды. Платамыздың салмағы 173 грамм. Керемет. Одан кейін мына қалған мыс обжигқа кетті. Ал бұлай катушкамыз, толығын осын салмағын көрейік.
салмағы 33 грамм болды. Бұл да жаман емес нәтиже. Ал енді мына шыққан латунь бар. Латунь бәрін өлшейміз қазір. Ал сонымен латуньімізді салып бастайық. Міне мынауды латунь болып шығады. Міне сызып бәрін қарадым. Одан кейін мынауда өкінішке орай латунь не болып шықты. Былай мыс па деп ойладым. Мыс негізі қатты майысатын еді, но майыспайды. Сонымен латунь. Бірақ магнитке жабыспайды. Қараңыздар. Біреуі 36 грамм болды. Екіншісі 29 грамм. Үшіншісі 88 грамм. Сосын мына ұсақ шумна шуруп нелердің бәрі латунь болып шықты. Бәрі латунь. Қазір саламыз. Тек міне мындай таяқшаның екеуі алюминий. Міне мына төртеуі ұсақ. Қалған бәрі латунь шуруп. Сонымен зеркальный санда шықты 111 грамм латунь. Осы разборымыз аяғына жетті. Мына алюминді кішігірім алюмин қолы бар. Ендікі дөйлдің нелері осы. Латуньді қазір өзінің латуньнің несіне саламыз қорына. Ол міне жақта жинағанда өзі жаңағыдай мынау ненікі тоқтікі осындай кілт бар. Керемет енді мына кілт деген. Сосын жақта мынандай екі не бар. Сантехника құралдары, бірақ енді керек енді. Былай қос сақтап жүргенім. Қалған бәрі енді мынандай вилкілер, мынандай бір сақина, латунь контактілер. Мынандай гайка бар, ерекше. Осы латунь несі. Және де достар, тағы да қоса кететін өткенде мен білесіздер, сенсор көзіктер енді видеосын байқамай өшіріп алып, бұны арнаға салам деп едім. Міне осындайдан балықты мындай бір жасап алғаным бар, балықты құйып. Одан кейін мынау кеше жүре келген табыстар. Мынау хром. Міне салып қоямыз. Хром, мынау енді ана пайт істетін жаңа материалын білмеймін, то что ала дейма, қалай жаңа бірден пала дейма, или в общем комплект жаза кетіңіздер, мына пайкаға пайдаланатын материал. Және де мына алюминий несін сала берейік капелкасына. Осы табыстар. Ал тамашаларыңызға рахмет. Барынша қолдап кетейік лайкпен, комментариймен. Өзіміздің ана тілді контентті, ана тілді арнамызды дамытайық. Ана тілді ютубты өзіміздің қазақ тілін дамытайық. Қош сау болыңыздар, кездескенше.